өскенше немерені Симаған әкеміздің құшағына мама, енді осылай міне айтып жатырмыз ғой, мына жасарып жүргеніміздің арқасы әуелі Алла Тағала. Мұсылмандар, біріктірейік илләхи деп мадақ сұрайық. Аумин десең, жетсің жасың жүзге, аспандарың ашық, жұлдыздарың жарық болсын, абыройларың асқақтаудай болсын, жұптарың жазылмай, отбасың бақытты бол. Әмин қабыл десіне. Біз қазақ қойды мақтанып жүрміз, осы батаның 8 бала отбасында өмірге келген емес, зейнеп тегін. Артта сіңілі, алдында ағалары, бәрінің бірдей болған бағалары. Қыздардың үлкені өзі болғаннан соң көңілін сіңілдердің табалады. Заңдылық деді өскендер ұрысатын, таласып сәл нәрсеге жұлысатын, сол кезде ақыл айтып әрбіріне етуге тату тәтті тырысатын. Болсын деп бауыр бүтін, басым аман, қиындық көрсе де өзі жасым маған, өмірден ерте кетті ұл қызының, көре алмай қызықтарын асыл анам. Ер жеттік, жылап жүріп бізге ескеріп, Нұрқияс әкем амал іздестіріп, жемейтін жетімдерді аялайтын Нұржамал анамызды кездестіріп, әр бала туғанымен тартып қанға, ойлайды өз өмірін толқып таңға, өнеге алса анасы Нұржамалдан, өнері тартты анасы Сарқытқанға. Үстіне киім әсем көйлектерін, ән салған отырысқа сөйлеп керім, бір мезгіл ұмытуға тырысатын балалық кезде көрген бейнеттерін, осылай анда-санда еске алады тағдырын кеше өткен Зейнеп келін. Өмірдің кезіккендей жазығына, жастықтың сазымында назымында, құлпырған қызғалдақтай той иесі адал жар бола білді қажыныма. Түтіні түзу шықты суандардың қадірлеп абысыны ажынында. Бұл күнде бақытты жар, бақыт дана, өлшейді өткен күнді уақыт қана, жақсы менен жаманды ажыратар, өмірдің ащы дәмін татып қана. Мүддесі байқалмас әр тараптың, жүреді ата-анасын арқалап кім, шетелде демалдыңдар арқасында, әсел айдос қанат пен салтанаттың. Болған соң ата әже немерелі, той-думан күнде қызық төңерегі, ағайын тума-туыс өсіп өнген, олардың қызығына кенеледі. Кешегі қажы мұқан Зейнеп бүгін үлкені бір әулеттің өнегелі. Құрметті Зейнеп Қажымұқан, тойларын тойға басып, бақыттарын баянды, жастарың ұзақ, қуаныштарың ұзағынан болсын. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің еңбек сіңірген қызметкері, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, отставкадағы полиция полковнигі Слан Қожа Қарақыстық ағамыздан арнайы арнаулы қабылдаймыз.
Жараса